السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Менің бүгін айтайын деп отырған бірінші сахабаның есімі Язид бин Руқайш радиаллаху анху. Ол Құрайш тайпасынан шыққан Бану Асад бин Хузайма руынан еді. Ол Бану Абдушамс руымен одақтас болатын. Кейбіреулер оны Арба деп атаған деп жазады, бірақ бұл қате. Оның әкесінің есімі Руқайш бин Аят. Ол Абу Халид деген куниямен танымал болды. Аллах елшісімен саллаллаху алейхи вассалам ол Бадр, Ухуд және басқа да соғыстарға қатысты. Бадр соғысында ол Тай руынан шыққан Амара бин Суфьянды өлтірді. ग़ज़वा बदर में ताई कबीला के एक शख्स अमर बिन सुफियान को कत्ल किया था। हज़रत यज़ीद के एक भाई का नाम हज़रत सईद बिन रुकैश था, जिन्होंने अपने अहल व अयाल के हमरा मक्के से Оның бауыры Саид бин Руқайш алғашқылардың бірі болып Мәдина қаласына хижра жасады. Оның әпкесі Әмина бин Руқайш Меккеде алғашқылардың бірі болып исламды қабылдады. Ол да Мәдинаға хижра жасады. Язид бин Руқайш хижраның 12-ші жылы Ямам шайқасында көз жұмды. Қазір мен бұл шайқас туралы қысқаша айтып өтейін. हज़रत यज़ीद जंग यमामा के रोज़ 12 हिजरी में शहीद हुए थे। इस जंग की कुछ तफसील इस तरह से है। Ямам шайқасы Абу Бакрдың радиаллаху анху халифалығы кезінде хижраның 11-ші, кейбір деректерде 12-ші жылы болған делінеді. बाज़ मुर्रखीन के मुताबिक 12 हिजरी में हुई थी। ये जंग मुसलमा कज़ाब के खिलाफ यमामा के मुकाम पर लड़ी गई थी। Ең алдымен Хазірет Абу Бакр Икриманы басшы қылып Мусайлима Кәззабты жою үшін әскер жіберді. Кейін оларға көмек ретінде Шаржел бин Хасынды басшы етіп тағы әскер жіберді. Алайда Икрима Шаржелді күтпей Мусайлимаға қарсы шайқасты бастап кетті. Ол бұл соғысты Мусайлиманы жеңіп мақтансам деген оймен бастап еді, керісінше өзі ойсырай жеңілді.
हज़रत शराबील को मिली तो वो रास्ते में रुक गए। हज़रत इकरमा ने अपनी Жолда келе жатқан Шаржил бұл хабарды естігенде тоқтап қалды. तो हज़रत अबू बकर Хазіреті Икрима болған жайдың барлығын Хазіреті Абу Бәкірге жеткізді. और ना मैं तुम्हें देखूं, Хазіреті Абу Бәкір болса, वापस आओ, сен әскерлер арасында қорқақтықты тараттың. Сондықтан Мәдинаға қайтып келмей, Йемендегі бүлікшілерге қарсы соғысты баста деп хат жазды. उसके बाद यमन और हज़र मौत में बागियों के साथ जाकर लड़ो। हज़रत अबू बकर ने हज़रत शराबील Кейін ол Шаржилға, қай жерде тоқтаған болсаң, сол жерде қалып көмек күт деп жазды. Осыдан кейін ол Халид бин Валидті басшылық еткен үлкен әскерді көмекке жіберді. हज़रत खालिद को मुसलमा कज़ाब के मुकाबले के लिए रवाना किया और उनके साथ मुहाजिरीन और अंसार की एक बड़ी जमात रवाना फरमाई। अंसार की जमात के सरदार Бұл әскерде ансарларды Сәбит бин Қайс басқарса, мұхажирлерді Абу Хузайфа мен Зайд бин Хитаб басқарды. Алайда Шаржилде Халид бин Валидтің көмегін күтпей, Мусайлимаға қарсы шайқасты бастап жіберіп, жеңіліске ұшырады. जंग शुरू कर दी और पसपा हो गए। हज़रत अबू बकर ने हज़रत खालिद के लिए हज़रत सलीद की क़यादत में मज़ीद को मुकरवाना कर दी। Хазіреті Абу Бәкір радиаллаху анху қайтадан Сулайды басшы етіп көмекке әскер жіберді. कि मैं नहीं चाहता कि मैं बदरी साहबा को इस्तेमाल करूं, मैं उन्हें इस हाल में छोड़ना पसंद करता हूं कि अपने साले अमाल के साथ Хазіреті Абу Бәкір бұл шайқаста Бадыр соғысына қатысқан сахабалардың қатысуына рұқсат жоқ деді. उससे ज़्यादा अफजल तौर पर Ол, मसाइब को रफ़ा कर देता है। мен олар сауапты істер істеп хақпен кездескенін қалаймын деді. लेकिन बहरहाल Осы адамдардың арқасында Аллах Тағала басқа адамдардың ауыртпалығын жояды. उमर की राय इसके बरक्स थी। वो बदरी साहबा को लश्कर वगैरह में इस्तेमाल फरमा लिया करते थे। बहरहाल इस जंग में Алайда Хазіреті Омардың радиаллаху анху пікірі басқаша болатын. Және ол сахабаларды шайқасқа бастап шықты. 40,000 बयान की जाती है। मुसलमा कज़ाब के साथ Бұл шайқастағы мұсылмандардың саны 13 мың адам болса, Мусайлима Кәззаптың әскерінің саны 40 мың адамды құрады. जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, वहाँ कुरान करीम और दीन के मसाइल सीखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे Мусайлиманың әскерінің құрамында Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам मुसलमा कज़ाब көршісі болып, одан исламды үйренген Михарур Риджал हो गया, Әнфауа деген кісі болды. शहादत दी कि मैंने Кейін Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оны Ямамдағы жергілікті халыққа исламды үйретуге жіберді. Бірақ оның өзі дінбұзар болып кетті. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमा को मेरे साथ नबूवत में नऊज़ुबिल्लाह शरीक कर दिया गया है। बहरहाल जो भी मुर्तद होते हैं, Адамдарды өзіне қаратып, Аллах елшісінің गलत इल्ज़ाम और झूठी өзі Мусайлимаға пайғамбарлықты қатысушы деп айтқанына куәлік беремін деп жалған ақпар таратты. बहरहाल मुसलमान Дінбұзарлар әрқашан осындай жалған куәгерлік әкеледі. खलीफा पर इस शख्स के इत्तलात का मुसलमा के दावा की निस्बत से कहीं ज़्यादा बुरा असर पड़ा, क्योंकि ये भेजा गया था और तरबियत के लिए। Оның жалған куәгерлігі адамдарға Мусайлиманың өтірігінен де әсерлі болып, көптеген адам сол куәгерлікке сеніп қалды. लेकिन इसकी बातों से लोगों ने असर Ақыр соңында олардың барлығы Мусайлимаға бағынышты болды. Және ол оған, егер сен бізбен келіспесең, бізбен соғысуға дайын бол деді. Осылайша олар оған ашық түрде қарсы шықты. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखो, अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो हम फिर उसके मुकाबले में तुम्हारी मदद करेंगे। इनकी तरफ से ये बगावत का ऐलान ही दरअसल जंग की असल वजह थी। Мусайлима өзіне Халид бин Валид басқарған खालिद के әскер келе жатқанын естіген кезде वाक़या बयान किया Акраба деген жерді таңдап алды. जो भेजा था। Ол барлық адамдарды көмекке шақырғандықтан адамдар оған топ-тобымен болып келіп жатты. गए हैं तो उसने उकरबा मुकाम Маджа бин Марара басқарған бір топ келіп оған қосылмақшы болғанда Халид бин Валид шабуыл жасап,
Маджа бин Марарадан басқасын жойып жіберді. इसी दौरान Өйткені Бану Ханифа руы оларға жақсы қатынаста еді. एक गिरोह के साथ बाहर निकला तो मुसलमानों ने उसे और उसके साथियों को पकड़ लिया। हज़रत खालिद ने उसके साथियों को कत्ल कर दिया और मुजा को जिंदा रखा। Осыдан кейін Мусайлима Кәззаптың ұлы Шархабил Бану Ханифа руын мұсылмандарға қарсы соғысуға азғыра бастады. नहीं हमारा कैदी बना लिया। Ол оларға: дәл бүгін ерліктеріңді көрсетпесеңдер, қатын балаларың мұсылмандардың күңі мен құлына айналады деді. जब इसको पकड़ा गया Осылайша алапат шайқас басталды. बेटे ने उस कबीले को अंगेज कराई कि अगर आज तुमने शिकस्त खाई तो तुम्हारी औरतें लौंडियां बना ली जाएंगी और बगैर निकाह के उनसे नफा उठाया जाएगा। लिहाजा आज तुम अपनी इज्जत और आबरू की Алдымен мұхаджирлердің байрағы Абдулла бин Хафизда болды. Ол өлтірілгеннен кейін байрақ Салим Маул Хузайфаның қолына өтіп, ол өлген соң байрақ Сәбит бин Қайыстың қолына өтті. जब से कबल वो अब्दुल्ला बिन हफ्स के पास था लेकिन वो शहीद हो गए थे और अंसार का झंडा हजरत साबित बिन कैस के पास था। घुमसान की जंग हुई और वो जंग ऐसी थी Соғыстың жойқын болғаны соншалықты мұсылмандар жеңіле бастады. कि सामना नहीं करना पड़ा था। Олардың әскері өз көсемдері Маджа бин Марараны босатып алу үшін Халид бин Валидтің шатырына қарай бет алды. छुड़ाने के लिए आगे Бұл шатырда Халид бин Валидтің жұбайы бар еді. Олар оны да өлтірмекші болғанда, олардың көсемдері тоқтатып, мен оны панама аламын деп уәде бергенмін деді. आया था और हजरत खालिद बिन वलीद के Ол өз әскеріне мұсылмандарға қарсы шабуылдауды бұйырды. उस तरफ बढ़े। Ол шайқаста жағдай бірде бұлай болып құбылып тұрды. उन लोगों ने हजरत खालिद की बीवी को Жеңіске кейде мұсылмандар жақын болса, кейде мүшриктер жақын болды. इन्हें कत्ल करने से रोक दिया। मुजा ने उन्हें मर्दों पर हमला करने का कहा। इस पर वो खेमे को काट कर चले गए। जंग फिर सख्त हो गई। Халид бин Валид әрбір руға жеке-жеке соғысуды бұйырды. हमला करने लगे। Мұсылмандар жеңіліске жақын қалғандарын айтып, наразылық танытып күңкілдей бастады. उस जंग में हजरत Халид бин Валид бұл соғыстың Мусайлима Кәззаптың көзі жойылмайынша бітпейтінін түсінді. हजरत खालिद ने जब मुसलमानों Халид бин Валид әскердің алдына шығып Мусайлиманы жекпе-жекке шақырды. Бірақ ол жауап қатпады. Осыдан кейін мұсылмандар шабуыл жасап, Мусайлиманың әскері кері шегініп, өзінің қамалдағы бақ ішіне барып қорғанды. कहने लगे कि आज के दिन हमको फरार करने में शर्म महसूस हो रही है। यानी बड़ा काबिल शर्म बात है जो हमारा Олар сол жерге бекініп қақпаларын жауып алды. कोई मुसीबत Мұсылмандар бұл қорғанды қоршауға алған кезде तक अपनी जगह पर Бара ибн Малик: маған қорғанға шығуға көмектесіңдер, мен сендерге қақпаны ашып беремін деді. पता कर लिया। Мұсылмандар: жоқ, бұл өте қауіпті, біз бұлай жасай алмаймыз деді. कत्ल नहीं किया जाए Бірақ ол өз сөзінен қайтпай қойған соң, мұсылмандар оған қорғанға шығуға көмектесті. Осылайша ол қорған қақпасын ашып жіберді. नारा लगाया। Мұсылмандар ішке кіріп шайқас қайта басталды. Мусайлиманы Вахши бин Бара өлтірді. Иә, हरकत में бұл дәл сол Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам ағасы Хамзаны өлтірген Вахши болатын. वो भाग गया और अपने साथियों समेत ही अपने बाग में पनाह लेने पर मजबूर हो गया और दरवाज़ा बंद कर दिया बाग का। मुसलमानों ने इस बाग का मुहासरा कर लिया। Тағы бір риуаятта оны Вахшимен қатар бір ансарлық өлтірген айтылады. ऐ मुसलमानों Вахши оған өз найзасын лақтырса, ол оны қылышымен соққан. अंदर उतार दो। Вахшидің өзі оның кімнің соққысынан өлгені бір Аллахқа аян дейтін. मगर हज़रत बरा ने नहीं माने और इसरार किया कि आप लोग मुझे किसी तरह इस बाग के अंदर डाल दें। चुनांचे मुसलमानों ने उन्हें बाग की दीवार पर चढ़ाया और वहाँ से दो दुश्मन में दीवार से Абдулла ибн Омардың айтуы бойынша бір адам Мусайлиманы қара нәсілді құл өлтірді деп айғайлаған. Сондықтан оны Вахши өлтірді деген хабар сенімдірек. ये शख्स वैशी वही है जिसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को शहीद किया था। बहरहाल एक रिवायत के मुताबिक
वाशी और एक अंसारी ने मुश्तरका तौर पर मुसलमा को कत्ल किया था। वाशी ने अपना भाला मुसलमा की तरफ फेंका और अंसारी ने Осыдан кейін Халид бин तलवार से Валид वार किया। दोनों ने एक ही маржаның वक्त में वार көмегі किया। арқылы Мұсайлиманың इसलिए बाद में денесінің वाशी कहा жатқан करते жерін थे тапты. कि अल्लाह ही बेहतर जानता है Маржа कि किससे Халидқа қарап, किसके बाद әскерінің में उसका मौत тәжірибесі жоқтығын, हज़रत ал अब्दुल्ला बिन қамалдағылар बयान करते тәжірибелі हैं әскер екенін айтты. कि एक शख्स ने चीख कर ये Сондықтан, ऐलान егер किया олармен соғыссаңдар, मुसलमा को жеңілесіңдер उसका деді. गुलाम ने कत्ल कर दिया। Бұл маржаның қулық айласы еді. वाशी का भी Халид оған ज्यादा қарап, इम्कान है उसने कत्ल біз किया। сендерді кешіреміз, егер бар мүліктеріңді мұсылмандарға беретін болсаңдар деді. मुसलमा की लाश का पता मालूम करवाया। Оған Маджа қазір оларға кіріп осы туралы хабарлайын деді. मुकाबले में आने वाले लोग Маджа қамалға кірген кезде तजुर्बाकार थे, кәрілер мен қатын баланы ғана көрді. जो हैं वो बड़े तजुर्बाकार फौजियों से भरे हुए हैं। उनकी तरफ से मेरे से सुलह कर लें। अगर आप जंग की तो और ज़्यादा नुकसान होगा मुसलमानों का। बड़ी चाल चली उसने। हज़रत खालिद ने मुजाहिद से इस शर्त पर सुलह कर ली कि सिर्फ जानें माफ़ कर दी जाएंगी, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा। Әйелдерге қарап, ол इसके сауытты अलावा हर киіп शय पर қала қорғанына шығыңдар да मुजाहिद ने कहा шайқас ұранымен айғайлаңдар деді. कि मैं किले वालों के Кейін पास ол जाता हूँ, Халид бин Валидке келіп, उनसे मिलकर मशवरा करके आता हूँ। олар сен қойған шартпен келіспей тұр деді. Ол, қарасаңшы, олар шайқасуға дайын деді. लेकिन इसकी होशियारी Ол жаққа қарағанда फिर Халид бин Валид қорғаннан көп әскерді көрді. Алайда олар әйелдер еді. सिवाय औरतों और बच्चों और बूढ़ों के और कमज़ोरों के और कोई भी नहीं था। उसने ये चाल चली कि औरतों को ज़रें पहनाई और उनसे कहा कि मेरी वापसी तक तुम किले की फसील पर जाकर खड़े हो जाओ ऊपर, और जंग का शियार जो है बराबर Бұл шайқас ұзаққа созылғандықтан Халид бин Валид оны тездетіп аяқтағысы келді. जिस शर्त पर मैंने तुमसे सुलह की Мұсылмандар өз кезегінде шайқасты жеңдік, ары қарай барудың और बाकी सब қажеті жоқ деп ойлады. और इनमें से बाज अपने इनकार के इजहार की Халид бин Валид олармен келесідей келісім жасасты. जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो मेरे काबू से बाहर Егер олар барлық алтындарын, күмістерін, малдарын, құлдары мен күңдерінің жартысын берсе ғана мұсылмандар кетеді деді. खड़ी थी वहाँ उसकी चाल की वजह Тағы бір риуаятта құлдарының 1/4 бөлігін берген. से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा था। लड़ाई बहुत तवील हो गई थी। मुसलमान चाहते थे कि फतह हासिल करके जल्द वापस चले जाएं। चुनांचे हज़रत खालिद ने मुजाहिद से इस शर्त पर सुलह कर ली कि तमाम सोना चांदी मवेशी और निस्फ लौंडी और गुलाम हज़रत खालिद के कब्ज़े में दे दिए जाएंगे। Бұл шайқаста 360 мұсылман көз жұмды. Солардың 300-і мұхажирлер болатын. जंग में Акраба жазығында 7000 мушрик, मदीने के मुहाजिरीन और अंसार में ал से Бақта дәл сонша 7000 мушрик өлді. और मदीने के अलावा 300 मुहाजिरीन शहीद हुए, जबकि बनु हनीफा में से अकरबा के मैदान में 7000 और बाग में 7000 और फरार होने वालों का ताक़ुब करते हुए भी 7000 कुफार को कत्ल किया गया। Бұл әскер Мәдинаға келген кезде Хазіреті Омар радиаллаху анху өзінің ұлына, неге менің көзіме көріндің, Зәйд шахид болғанда сен тірі жүрсің деді. Абдулла, Зәйд Құдайдан шахидтік өлімді сұрады, Құдай оған берді. Мен де Құдайдан шахидтік өлім сұрадым, бірақ маған бермеді деп жауап берді. अल्लाह ताला से शहादत मांगी और अल्लाह ने उन्हें वता कर दी, और मैंने इसकी कोशिश की मेरी तरफ भी लाई जाए, मगर मुझे वो हासिल ना हो सकी। बहरहाल इसी साल जंग यमामा में सहाबा कराम की कसरत शहादतों के बाद Қысқасы бұл шайқаста көптеген мұсылмандар қаза болғандықтан Хазіреті Әбу Бәкір радиаллаху анху Құран кәрімді қағазға жазуды бұйырды. Ол Құранды жатқа білетін хафиздердің өлімі арқылы Құранның жоғалып кетуінен қауіптенді. उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन मखरमा। इनका नाम अब्दुल्ला बिन मखरमा था और कुनियत अबू मोहम्मद थी। उनका ताल्लुक़ कबीला बनु आमिर बिन लुई से था। Келесі сахабаның есімі Абдулла бин Махрама радиаллаху анху. Ол Бану Аман бин Лой руынан шыққан. इनके वालिद Оның екінші есімі Абдулла Акбар. और वालदा का नाम
Ол исламды алғаш қабылдағандардың бірі. Оның әкесінің есімі Махрама бин Абдул Узза, एक बेटी анасының есімі Бехнана бин Сафуан. बिनते सुराका से थी। Оның Масахик есімді жалғыз ұлы бар болатын. बिन मखरमा अवाइल में Ол इस्लाम оның लाने वालों में Биннат से शामिल Сарака есімді әйелінен туған. हज़रत अब्दुल्ला बिन मखरमा Ол 2 рет хижра жасады. सआदत नसीब हुई। Бірінші рет Абиссинияға, екінші рет Мәдинаға. मदीना की तरफ Ибн Исхақ ол Абиссинияға Джафар ибн Абу Талиб болған топпен көшті деп жазады. सहाबा में किया है। Юнус бин Букейр мен Букайда Ибн Исхақтың Абиссинияға көшті деген сөзін жеткізеді. गैर सलमा और बुकाई ने इब्ने इसहाक का ये कौल बयान किया है जिसमें उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन मखरमा की हबशा की तरफ हिजरत का जिक्र किया है। Мәдинаға хижра жасағаннан кейін ол Кульсум бин Хадамның үйіне тоқтады. कुलसूम बिन हिदम के Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оны Фаруа бин Амармен бауырластырды. मखरमा की मुआखात Ол Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам барлық соғысына қатысты. Бадр соғысы кезінде оның жасы 30-да болатын. Ал Ямам шайқасында ол 41 жаста еді. बात में शामिल हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मखरमा जब जंग बदर में शामिल हुए तो उस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी। हज़रत अबू बकर सदीक के दौरे खिलाफत में जब ये Ол Құдайдан шахидтік өлімді нәсіп ет деп жиі сұрайтын. Ол: "Я Аллах, сенің жолында менің денемнің әрбір жері жарақат алмайынша маған өлім бере көрме" деген сөздермен жалбарынатын. अल्लाह से दुआ किया करते थे। Ямам шайқасында ол көптеген жерден жараланып, ақыр аяғында шахид болды. खुदा की Ол бозбалалық шақтың өзінде Құдайға жалбарынып, қосымша ғибадаттар көп жасайтын. जंग यमामा के रोज़ उनके जोड़ों पर ज़ख्म पहुँचे जिनकी वजह से ये शहीद हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मखरमा बहुत ज़्यादा Ибн Омар айтады: Ямам шайқасында мен, जवानी ол және Абу Хузайфаның азат етілген құлы кезектесіп әскердің ешкісін бағатымыз. मैं Бір күні кешке ешкілерді айтап келе жатсам, Абдулла ибн Махрама денесінде көптеген жарақатпен шайқас алаңында жатыр екен. Мен оның жанына тоқтаған кезде ол менен ауыз ашатын уақыт болды ма деп сұрады. हिफाजत करनी होती Мен иә деп жауап бердім. Сол кезде ол маған: जिस दिन "Қарашы, осы маңайда менің торсығым болу керек, маған су әкеліп берші" деді. चरा कर आया। Алайда अब्दुल्ला बिन мен қайтып оралғанымда मैदान जंग оның көз жұмғанын көрдім дейді. तो मैं उनके पास ठहर गया। उन्होंने कहा, "ए अब्दुल्ला बिन उमर, क्या रोज़ादार ने इफ्तारी कर ली है? शाम का वक्त हो गया था।" मैंने कहा, "हाँ।" तो उन्होंने कहा, "इस ढाल में कुछ पानी दे दो कि मैं इससे इफ्तार कर लूँ।" वो रोज़े की हालत में थे, जंग में भी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैं पानी लेने चला गया, मगर जब मैं वापस आया तो वो वफ़ात पा चुके थे। हज़रत अमर बिन माबद हैं अगले साहबी जिनका अब मैं जिक्र करूँगा। हज़रत अमर बिन माबद Келесі сахабаның есімі Амар бин Мағбад радиаллаху анху. Оның екінші есімі Умейр бин Мағбад. Оның әкесінің есімі Мағбад бин Асхар. का ताल्लुक़ Ол Аус тайпасының бір тармағы болған ансарлық Бану Зубайя руынан шыққан. Ол Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам барлық соғыстарына қатысқан. खंदक समेत तमाम ग़ज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुए। हज़रत अमर बिन माबद ग़ज़वा हुनैन के रोज़ उन 100 बहादुरी के साथ डटकर मुकाबला करने वाले साहबा में थे जिनके रिज़्क़ का कफ़ील अल्लाह ताला हो गया था, जो आन सल्लम के साथ खड़े रहे। एक रिवायत में यह बयान है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि ग़ज़वा हुनैन के दिन हमारी सूरत हाल ये थी कि मुसलमानों की दो Хунайн соғысында ол Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам жанында қалған сахабалардың ішінде болды. नहीं थे। Абдулла ибн Амар Хунайн соғысында мұсылмандардың हमरा सादब का 2 жасағы бірдей соғыс алаңынан қашып кетті. मुख्तलिफ आरा हैं।
Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам жанында қалған сахабалардың саны 100-ге де жетпеді дейді. Кейбір деректерде олардың саны 80 болған дейді. Қалай болғанда да олар өте аз болды. फिर जिन सहाबी का जिक्र है इस वक्त करूँगा, उनका नाम है हज़रत नुमान बिन मालिक। हज़रत नुमान बिन मालिक का नाम Келесі сахабаның есімі Науман бин Малик. Оның екінші есімі इनका नाम Науман бин Кавакил. कौकल बयान किया है, Имам Бухари оны тек екінші атымен ғана жазған. जो है Бухари хадистерінде түсіндірме беруші атақты Бадруддин Айни मुकम्मल नाम оның барлық есімі, बिन सालबा оның толық есімі Науман бин Малик бин Салиба бин Асрам деп жазған. कौकब था और नुमान अपने दादा की तरफ मंसूब होते थे, इसलिए उन्हें नुमान बिन कौकल कहा जाता था। हज़रत नुमान बिन मालिक की चाल में Салиб пен Асрам Коукаб деген куньямен танымал болғандықтан өзінің атасының есімі арқылы бин Кавакил болды. Ол ақсақ болатын. बिन ज़ियाद था, Оның әкесінің есімі Малик бин Салиба. बिन ज़ियाद Оның анасының есімі Амра бин का Заят. ताल्लुक अंसार के Ол कबीला खज़रज Манзур бин Заяттың қарындасы. ये कबीला कौकल के नाम से मशहूर था। इब्न हिशाम के नज़दीक हज़रत नुमान बिन मालिक नुमान कौकल के नाम से मशहूर थे और इब्न हिशाम ने इनका कबीला बनु दाद भी बयान किया है। Ол Хазраж тайпасының бір тармағы Бану Ғанам руынан шыққан. कि जब मदीने में किसी सरदार के पास कोई शख्स Оның руы да Кавакил деген атпен танымал. Ибн Хишамға сәйкес оның есімі Науман бин Кавакил. Сондай-ақ Ибн Хишам оның руының аты Бану Дат деп жазған. तू फराखी महसूस कर, कोई तंगी नहीं अब तुझे। Ол неліктен Кавакил деп аталғанын мен өткен хутбалардың бірінде айтқан болатынмын. वो कवाकिला के नाम से मशहूर थे। इब्न हिशाम कहते हैं, ये तारीख लिखने वाले, कि ऐसे सरदार जब किसी को पनाह देते Егер біреу Мадинаның көсемдерінен пана сұрайтын болса, ол адам сен қауіпсіздіктесің, кез келген тауға шығып жүре бер, сен қалай өмір сүргің келсе солай өмір сүр, әрі саған ешкімнен इसी तरह खजरज के қорқып қажет емес дейтін. बिन औफ को भी कौकल कहा जाता था, Адамдарға пана бола білгендерді Кавакил деп атаған. मशहूर थे। बनु सालिम, बनु गनम और बनु औफ बिन खजरज को भी कवाकिला कहा जाता था। बनु औफ के सरदार हज़रत उबादा बिन सामित थे। Ибн Хишам былай деп жазады. Қандай да бір көсем біреуге пана болса, қамқорлық ретінде өзінің жебесін ұсынатын. Кейін ол қай жерде тұрғысы келсе сонда тұрады. ने शहीद किया था। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक Науманның атасы да адамдарға пана бола білгендіктен оны да Кавакил деп атаған. Сондай-ақ Ғанам бин Ауф Хазраж тайпасының көсемі Кавакил деп аталған. और हज़रत उबादा बिन हिस्सास Және ग़ज़वा उहद के मौके पर Саад бин Абада да Кавакил болған. Бану Салим, Бану Ғанам және Бану Ауф бин Хазраждар да Кавакил болып аталған. ग़ज़वा उहद के लिए निकलते Абада бин Самат Бану Ауф тайпасының көсемі болатын. के अब्दुल्ला बिन अबी सलूल से मशवरा के वक्त अर्ज़ किया, निकलते वक्त और अब्दुल्ला बिन अबी सलूल से मशवरा के वक्त अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, Науман бин Малик Бадр Ухуд соғыстарына қатысып, Ухуд соғысында шахид болды. फरमाया वो कैसे Оны Сухфан бин Умайя өлтірді. कि मैं गवाही दे Басқа бір хабарға сәйкес оны Абан бин Саид өлтірген. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। Ухуд соғысынан кейін ол Абада бин Хасаспен бір қабірге жерленді. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам аттанып бара жатқанда उसी रोज़ ол: "Иә Аллах елшісі, мен жәннатқа кіремін" деді. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам қалайша деп сұрағанда ол: "Мен Аллахтан басқа ешбір құлшылыққа лайықты тәңірдің жоқтығына және сіз Аллахтың елшісі екеніңізге куәлік беремін, әрі соғыс алаңын тастап қашпаймын" деді. जन्नत की सरजदी में Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған: "Сен шындықты айттың" деп жауап берді. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ал ол сол күні шахид ताला болды. ने उसकी दुआ कबूल कर ली, क्योंकि मैंने उसे देखा। कश्मीर रंग में अल्लाह ताला ने आन सल्लम को बताया, आपने फरमाया कि मैंने उसे देखा
कि वो जन्नत में चल रहा था। Халид бин Абу Малик Джади айтады, мен өз әкемнің кітабынан келесі риуаяттарды оқыдым. हज़रत अबू हुरैरा Науман бин Кауакил, बयान करते हैं, иә жаратушы жаббар ием, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के мен पास сенің атыңмен ант етемін, күн батқанша жәннаттың жасыл шөбін ақсаңдап басып жүремін деп дұға मैंने жасайтын. कहा या रसूलल्लाह मुझे भी हिस्सा दें। सईद बिन आस के एक बेटे ने कहा कि या रसूलल्लाह उसे हिस्सा न दें। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा ये नौमान बिन कौकल का Абу कातिल है। Хурайра айтады, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Хайбар соғысында жеңіске жеткен соң इसको तजुब мен है, оларға गौर қосылдым. करता है। Мен оған, маған да соғыс олжасының біраз бөлігін бер деп сұрадым. जो तिहामा के Бірақ इलाके Саид में бин Асадтың ұлы, अलग कबीले иә Алла елшісі, पहाड़ों में से एक оған पहाड़ еш है, нәрсе бермеңіз उसकी деді. चोटी पर थे। Өз кезегінде कहते हैं बकरियां चराता мен हमारे ол पास आ Науман गया бин है Кауакилді өлтірген और मुझ पर дедім. ऐब लगाता है कि मैंने एक Саид मुसलमान бин को Асадтың कत्ल ұлы, किया था। ғажап. Бұл फिर адам वो тек कहने लगा Техама тауларында ешкі कि бағып जिसको अल्लाह ने жүрсе मेरे де, हाथ से इज्जत мені दी мұсылманның өліміне кінәлап और жатыр. मुझे उसके हाथों रसूल Алайда оны Аллах Тағала мен арқылы дәрежесін көтеріп, ол арқылы менің ұятқа қалмауымды жасады емес пе деді. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Бұл бір керемет айтылған жауап болды. Кейін Суфиян, जाबिर से मरवी है мен Абу Хурайраға олжаның бір नुमान बिन бөлігін कौकल берді ме жоқ па білмеймін रसूलुल्लाह дейді. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह अगर मैं फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करूं और रमज़ान के रोज़े रखूं और हराम चीज़ों को हराम करार दूं, Джабир हलाल айтады, चीज़ों को हलाल бірде करार दूं Науман бин Кауакил और इसको Аллах कुछ भी इजाज़ा न елшісіне करूं, саллаллаху алейхи तो уассалам क्या मैं келіп, जन्नत में दाखिल हो иә जाऊंगा? Алла елшісі, мен तो 5 आप уақыт सल्लल्लाहु अलैहि намаз वसल्लम ने оқып, फरमाया हाँ। Рамазан айында इस ораза पर ұстап, उन्होंने कहा халал खुदा мен की कसम харамды ажыратып, मैं इसको осы कुछ भी इजाज़ा न нәрселердің करूंगा। ешқайсысын алмасам және еш нәрсе қоспасам जाबिर से रवायत жәннатқа है кіремін бе деп कि сұрады. नौमान बिन कौकल Аллах елшісі саллаллаху алейхи रसूलुल्लाह हुए уассалам, तो иә егер रसूलुल्लाह сондай सल्लल्लाहु अलैहि болса वसल्लम जमा के жәннатқа रोज़े की кіресің दुआ деді. इरशाद फरमा रहे थे। नबी करीम Бұны सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने естіген उनसे ол कहा Аллахтың атымен ант ए етейін, नौमान мен өздігімнен еш нәрсе दो रकातें अदा қоспаймын करो। деді. ये जुमे की जो सुन्नतें हैं उनका भी मसला इसमें बयान हुआ किया गया है। आए खुतबा इरशाद फरमा रहे थे वसल्लम, आपने उन्हें कहा कि दो रकातें Джабир अदा करो айтады, бірде Науман бин और Кауакил इख्तिसार से Аллах करो। елшісі सिर्फ саллаллаху दो алейхи जो уассалам सुन्नतें жұма जुमे хутбасын में оқып тұрғанда мешітке वो кірді. पहले पढ़ लो। Аллах फिर शुरू हो елшісі गया саллаллаху алейхи दो уассалам रकातें хутбаны оқып अदा тұрып, करो और иә मुख्तसर पढ़ो। Науман, отырмай फिर тұрып आपने 2 फरमाया कि ракат तुम में से қысқа कोई намаз आए оқып ал, और деді इमाम де खुतबा देगा жамағатқа бұрылып, तो егер उसे имам चाहिए कि वो दो жұма रकात хутбасын नमाज पढ़े оқып жатса, और сол दोनों уақытқа रकातें мешітке हल्की हों। кіргендер 2 ракат қысқа сүннет намазын оқуы тиіс деді. फिर जिन सहाबी का इस जिक्र है उनका नाम है हज़रत खुबैब बिन अदी अंसारी। हज़रत खुबैब बिन अदी अंसार के कबीला औस के ख़ानदान बनु जहजबा बिन औफ से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत उमैर बिन अबू वकास ने जब मक्के से Келесі сахабаның есімі मदीने Хубайб हिजरत бин की Ади радиаллаху анху. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Ол उनको Ади हज़रत тайпасының खुबैब бір बिन अदी тармағы के болған दरमियान Бану Хаджаба бин Ауф उनके руынан हज़रत шыққан. खुबैब बिन अदी के दरमियान मुवाख़ात कायम फरमाई। हज़रत खुबैब बिन अदी ग़ज़वा बदर में शरीक हुए और उन्होंने इस जंग में हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था। Умейр бин Абу ग़ज़वा बदर Ваққас में Мәдинаға मुजाहिदीन के көшіп इसबाब келген में кезде लिखा है Аллах елшісі कि саллаллаху алейхи уассалам оны हज़रत Хубайб бин खुबैब Адимен бауырластырды. बिन अदी Бадр कारीगरी में соғысында ол Харис वाक़ бин अजीब Амирді में शामिल өлтірді. है। हज़रत खुबैब बिन अदी Бұл соғыста हज़रत ज़ैद оның बिन міндеті अस्लम को мұхаджирлердің मुशरिकीन ने мүлкін күзету болды. कैद कर लिया और उन्हें मक्का साथ ले गए। Ол मक्के хижраның पहुंचकर 4-ші उनको жылы नस्ल болған फरोख्त कर दिया गया। Раджидағы шайқасқа да हारिस बिन қатысты. आमिर के बेटों ने हज़रत खुबैब को ख़रीदा ताकि वो अपने बाप हारिस के कत्ल का बदला ले सकें जिसे बदर के रोज़ खुबैब ने कत्ल किया था। इब्न इसहाक़ के Бұл मुताबिक шайқаста кәпірлер Хубайб उजैर бин बिन Ади мен अबू इहाब Зәйд бин तमीमी Даснаны тұтқынға алып हज़रत खुबैब को Меккеге ख़रीदा था апарып сатып जो жіберді. हारिस की औलाद का हलीफ था। Харис бин इससे हारिस के Амирдің बेटे балалары ने हज़रत खुबैब को әкелерінің ख़रीदा кегін алу үшін ताकि अपने Хубайбты बाप сатып के कत्ल алды. का बदला ले सके। Ибн Исхақтың сөзіне ये сай, लिखा गया है Хубайбты कि नदर Харистің बिन हारिस ने балаларымен हज़रत одақтас खुबैब को болған बनु नजाश से Худжайр бин ख़रीदा था। Абу ये लिखा Ихаб गया है Тамими сатып कि алған. अबू इहाब Харистің ұлы इक्रमा बिन अबू Уқба जहल Хубайбты अखनस одан әкесінің शुहैब кегін алу үшін сатып उबैदा बिन алған. हकीम उमैया बिन अबू उतबा हज़रमी के बेटों ने और सफ़वान बिन उमैया ने मिलकर हज़रत खुबैब को ख़रीदा था। ये सब वो अफराद थे
Сондай-ақ Уқба бин Харис Хубайбты Бану Наджар руынан сатып алған деген де хабар бар. इन सब ने हजरत खुबैब को Тағы бір хабарда Хубайбты Абу Ихаб, Икрима бин Абу Джахил, Ашас бин Шарик, बुखारी में Убайда бин Хаким, Умайяның ұлдары Абу बयान हुई हैं। Утба Харзими және Суфиян бин Умайрлар бірігіп сатып алған дейді. वसल्लम ने 10 Бұлардың барлығының әкелері Бадыр соғысында өлтірілген болатын. और आसिम बिन साबित Кейін олар оны Уқба бин Хариске береді. Ал ол болса оны үйіне қамап қойды. उसका अमीर मुकर्रर किया। ये लोग चले गए। जब हदा मुकाम पर पहुंचे जो उस्फान और मक्के के दरमियान है तो उनके मुतालिक किसी ने बनु लाहियान को खबर कर दी। Бұхаридің хадисінде бұл туралы былай деп айтылады. Абу Хурайра айтады: कि तकरीबन 200 Бірде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам барлау ретінде 10 адамнан тұратын жасақты Асим бин Сабит әл-Ансариді басшы етіп жіберді. यहाँ तक कि उन्होंने वो जगह देख ली, वहाँ तक पहुँच गए जहाँ उन्होंने खजूरें खाई थी। ये रुका था, एक ये 10 आदमी रुके थे जहाँ Олар жолға шығып Усфан мен Меккенің арасындағы жерге жеткен кезде олар бұл туралы Бану Лахан деп аталатын Хузайл руының адамдары खजूरें खाई थी, біліп қойды. यहाँ फेंकी खजूरों की। तो उन्हें ये देखकर इन्होंने कहा कि ये यसरब की खजूर Олар жасақтың соңына 200 садақшымен түсті. वो कदमों के निशान पर Олар жасақтың жүрген ізі мен тамақ қалдықтары арасынан құрма тауып алды да, उनको आते бұл құрма Ясриптікі, яғни Мәдинанікі деп одан ары қарай соңдарына түсті. और उनसे कहने लगे Асим мен оның серіктері оларды көрген кезде биіктеу қыратқа барып жасырынды да, олар болса қоршауға алып, төменге қарай түсіңдер, сендердің ешқайсыларыңды өлтірмейміз деді. जैसे किसी को भी Бұл сөзге жасақ басшысы Асим бин Сабит: वीर थे बोले Маған келер болсақ, Аллахпен ант етемін, бүгін маған кәпірдің панасы керек жоқ, деді. सपुर्द करूंगा तो मैं तो आज काफिर के ईमान पर टीले से उतरना होगा और मैं काफिर के ईमान पर टीले से नहीं उतरूंगा। फिर उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह Иә Аллах, कि ऐ अल्लाह біз туралы өз пайғамбарымызға жеткізе көр, деді. उन लोगों ने Сол кезде олар жебе жаудырып Асиммен бірге 7-еуін мерт қылды. Олардың 3-еуі Хубайб әл-Ансари, Зайд бин Дасна және тағы бір сахаба олардың сөзіне сеніп төмен түсті. इनमें खुबैब Олар кәпірлердің қолына түскен кезде олар садақтың адырнасын шешіп, शख्स थे। олардың қолдарын байлап жатқанда 3-ші адам: бұл бірінші опасыздық, деді. उन्होंने अपनी Аллахпен ант етейін, мен сендерге қосылмаймын, мына өлтірілгендер мен үшін керемет үлгі, деді. तीसरा Сол кезде кәпірлер оны күштеп бағындырғысы келді, бірақ ол қарсы болған соң оны өлтіріп тастады. मेरे लिए इन लोगों में राहत Хубайб пен Зайд бин Даснаға келер болсақ, оларды Меккеге апарып сатып жіберді. उन्होंने उसको खींचा और कशमकश की और वो किसी तरह उनके साथ जाए मगर वो ना माने। आखिर उन्होंने उनको मार डाला और खुबैब और इब्ने Бұл оқиға Бадыр соғысынан кейін болған. और जाकर मक्के Хубайбты өзі Бадыр соғысында өлтірген Харис бин Амир खुबैब को ибн Науфал ибн Манафтың ұлдары сатып алды да, үйлерінде әзірше өлтірмейміз деп ұстап отырды. आमिर को बदर के दिन कत्ल किया था। खुबैब उनके पास कैद रहे। इब्ने शहाब कहते थे कि उबैदुल्लाह बिन एयाज ने मुझे बताया कि हारिस की बेटी ने उनसे जिक्र किया कि जब उन्होंने इत्तेफाक कर लिया कि उन्हें मार डालेंगे, जिन्होंने कैदी बनाया था इनको खरीद कर, इस बात पर मुत्तफिक हो गए। Мұны естіген Хубайб Харистің бір қызынан қырынуға ұстара сұрап еді, कैद के दौरान ол оған әкеліп берді. बड़ा मशहूर वाक़या Осыдан кейін әлгі келіншектің салақтығынан кішкентай ұлы Хубайбтың жанына барып қалды. Хубайб қолына की बेटी ұстаған қалпы баланы тізесіне отырғызды. मेरा एक बच्चा Әлгі әйелдің қорыққаны түрінен білініп қалды. उसको ले लिया। Оны көрген Хубайб: сен шынымен мына баланы өлтіреді деп ойлайсың ба? देखा Мен мүлде олай жасамаймын, деді. ईरान पर बैठाए हुए है। Сол кезде ол мен Хубайбтан артық тұтқын көрген емеспін деп жар салды. घबराई Кейін әлгі келіншек: Аллахпен ант етейін,
Бірде мен Хубайбты кісендеулі қалпында қолында бір уыс жүзімді मैं तो ұстап ऐसा тұрғанын होऊंगा көрдім. कि ये करूं। हारिस की बेटी कहा करती थी कि बखुदा मैंने कभी ऐसा कैदी नहीं देखा जो खुबैब से बेहतर हो। फिर कहने लगी कि अल्लाह की कसम मैंने एक दिन उनको देखा कि खोशा अंगूर उनके हाथ में थे, एक गुच्छा था अंगूरों का उनके हाथ में, Ол кезде Меккеде жүзім деген खा रहे мүлде थे болмаған, और деді. जंजीर में जकड़े हुए थे और इन दिनों मक्के Ол में कोई फल भी न था। шын мәнінде Хубайбқа कहती थी कि Аллахтың अल्लाह की өзі तरफ үлес беріп тұрады, деді. रिज्क था जो उसने खुबैब Ал को оны өлтіру үшін харамның сырт жағына алып шыққан кезде Хубайб оларға қарап, ऐसी जगह маған निकल जाए 2 जहाँ पानी ракат नहीं है। намаз оқып алуға рұқсат खुबैब беріңдер, ने деді. उनसे कहा Олар оған मुझे рұқсат इजाज़त беріп, दो कि मैं 2 रकअतें नमाज ол पढूं। 2 ракат намаз оқып алып, और उन्होंने उनकी егер इजाज़त दे сендер दी। бұл намазды қорыққаннан उन्होंने 2 ұзақ оқып रकअतें жатыр पढ़ी। деп айтпағанда, कहने लगे мен намазды ұзақ तुम оқыр ये едім, ख्याल न деді. करते Кейін ол, я ये Аллахым, गुमान ना होता оларды तुम ये ख्याल есептеп करोगे бірінен कि соң मैं бірін जिस көзін हालत құрт, में नमाज में ешкімді тірі қалдырма, деді де, घबराहट कर दी जाए, कोई मरने की घबराहट है मुझे, егер мен мұсылман मैं फिर वो қалпында वाली नमाज өлетін कभी болсам, नहीं पढ़ता। Аллах разылығы үшін қалай өлсем де бәрібір. Бұл Құдайдың қалауы және оның барлығы үшін. अपने खुदा से दुआ Ол करते हुए менің ये азапталған कहा, жан тәнімді "ऐ мүбәрәк अल्लाह, етеді деген өлең एक एक жолдарын करके оқыды. हलाक कर। Осыдан кейін शहीद Ибн करने әл-Харис लगे оны өлтірді. तो उन्होंने ये भी दुआ की Хубайб мұсылмандардың дарға कि асылу अल्लाह алдындағы намаз оқыған उन्हें एक एक алғашқы करके हलाक мұсылман कर। болды. फिर आपने ये शेर भी पढ़े हज़रत खुबैब ने कि वलस्तो वाली हीना उक्तलो मुस्लिमा अला अय्य शिक्किन काना लिल्लाहि मसरई वज़ालिका फ़ी ज़ातिल इलाहि व इन यशा युबारिक अला औसाले शिलविन व मज़ई, कि जबकि मैं मुसलमान होने की हालत में मारा जा रहा हूँ, मुझे परवाह नहीं कि किस करवट अल्लाह की खातिर गिरूँगा, और मेरा ये गिरना अल्लाह की ज़ात के लिए है, और अगर वो चाहे तो टुकड़े किए हुए जिस्म के जोड़ों को बरकत दे सकता है। अल्लामा हजरत अस्कलानी Аллах Тағала Асим बुखारी бин में शारे हैं, Сәбиттің дұғасына жауап берді. वो Аллах दुआ елшісі ये कहते саллаллаху हैं алейхи вассалам өз сахабаларына сол күні एक हदीस में олармен शरह не में लिखते болғанын हैं айтып берді. कि हज़रत खुबैब ने शहादत के वक्त ये दुआ Құрайыштық मांगी, мүшриктерге келер болсақ, अल्लाहुम्मा आसिम, Асим бин Сәбит өлтірілді ए अल्लाह дегенді естігенде, इन олар दुश्मनों की गिनती को адам शुमार कर жіберіп, оны тану үшін ये हमारे Асимнің दुश्मन हैं, денесінен оны इनको тану үшін गिनती бір कर ले мүшесін ताकि इनसे кесіп बदला ले әкелуді सकूं। тапсырады. और एक दूसरी Өйткені रिवायत में ये Асим अल्फाज हैं, Бадыр आयत है, соғысында беделді бір Құрайыштықты өлтірген еді. बददन Бірақ व Аллах तकरीबन Тағала Асимнің денесін और उन्हें चुन चुन жасырғандықтан कर कत्ल कर олар और ештеңе उन्हें ала शहीद को алмады. भी बाकी न छोड़। आखिर हारिस के बेटे उकबा ने हज़रत खुबैब बिन नदी को बहरहाल सारी नफल पढ़े और वहाँ जाके फिर खुबैब को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। और बुखारी एक और रवायत बुखारी में है, उसके मुताबिक हज़रत खुबैब को अबू सरा ने कत्ल किया था, और ये खुबैब ही थे जिन्होंने हर ऐसे मुसलमान के लिए 2 रकअत पढ़ने की सुन्नत कायम की जो इस तरह बांध कर मारा जाए। अल्लाह ने Хубайбты आसिम को өлтіретін साबित жерге करवाया алып जिसने келген खुशी кезде ол, की फरमाई «Я Аллах, менің और сәлемді Аллах елшісіне саллаллаху алейхи вассалам वसल्लम ने жеткізе көр. अपने सहाबा को Өйткені बताया कि сенен басқа पहले जो жеткізер नबी थे वो चुके, उन्होंने ешкімім दुआ की жоқ», थी कि деді. अल्लाह ताला नबी करीम Әрі सल्लल्लाहु ол अलैहि वसल्लम өліп को кеткенге भेजे, дейін, उनके लीडर थे «Я उस Аллахым, काफिले के जिसमें оларды खुबैब भी есептеп शामिल थे, бірінен соң бірінің आसिम बिन көзін साबित। құрт, ешкімді тірі қалдырма» деп дұға और жасады. नबी करीम Осы सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम дұғаны ने सहाबा को естіген бір बताया мүшрик оны कि өлтіруге इन्होंने ऐसा वाक़या қатысқандардың हुआ барлығы जो उन्हें көп दिलों में ұзамай पहुंचा। бір жылдың ішінде өлді जब деп कुफार куәлік कुरैश को берген. बाज़ लोगों ने बताया कि आसिम कत्ल किए गए हैं, तो उन्होंने आसिम की तरफ कुछ आदमियों को भेजा कि उनकी लाश में से ऐसा हिस्सा लाएं कि जिससे वो पहचाने जाएं। आसिम ने बदर के दिन उनके बड़े बड़े लोगों में से एक शख्स को कत्ल किया था, तो आसिम की लाश पर भेड़ों का एक झुंड भेजा गया। अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया जो साहिबान की तरह ऊपर उसको छाया रहा, और उनकी लाश को कुफार के भेजे हुए आदमी कुछ नुकसान न पहुंचा सके और उनसे बचा लिया, कोई टुकड़ा न काट सके। वो हज़रत खुबैब को जब शहीद किया गया या उसको शहीद किया जाने लगा था, तो
तो उस वक्त उन्होंने ये भी दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह मेरे पास कोई ज़रिया नहीं कि तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम पहुंचा सकूं, Муавия Абу पैगाम पहुंचा Суфиян सकूं। айтады, мен де сол жерде इसी तरह болған से едім. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम Әкем бұл पहुंचा दें। дұғаның сөздерін естіген кезде हज़रत маған खुबैब कत्ल किए тезірек जाने жерге की жатуды नकल है бұйырды. कुछ Ол बड़े жерде сондай-ақ Абу ये Ихаб, दुआ की। Ахнас कहते हैं कि бин एक मुशरिक Шерик, ने Убайда бин अपनी दुआ Хаким से және ही सुनी Умайя कि бин अल्लाहुम्मा Утба आसिम болды. अददन वक्तुलहुम बददा। Сахабалар यानी ऐ айтады, अल्लाह Аллах उनकी елшісі गिनती को शुमार саллаллаху कर алейхи уассалам और бізбен उनको отырған रोक कर кезде कत्ल कर қатты дауыстап, तो खौफ से Я ज़मीन पर लेट Хубайб, गया। саған Аллахтың сәлемі болсын कहते हैं कि деді. भी एक साल नहीं गुजरा था Яғни оған कि सिवाय उस शख्स के Джебреил जो алейхиссалам ज़मीन पर келіп, लेट गया था, Хубайбтың шахидтік सुहैब өлімі के туралы कत्ल में хабарлады. शरीक तमाम लोग जिंदा Бұл रहे। жайттар туралы Бұхари хадистерінің пікірлерінде हज़रत मुआविया жазылған. बिन अबू सुफियान बयान करते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ इस मौके पर मौजूद था जब मेरे वालिद ने हज़रत खुबैब की दुआ सुनी तो मुझे ज़मीन पर गिराने लगे। उर्वा बयान करते हैं कि और भी कुछ लोग होंगे, बहरहाल पहली रवायत है, एक दूसरी रवायत ये भी है उनकी। मुशरिकीन में से जो इस मौके पर मौजूद थे इनमें अबू एहाब, अखनस बिन शुरैक, उबैदा बिन हकीम और उमैया बिन उत्बा शामिल थे। वो ये भी बयान करते हैं कि जिब्राईल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की खबर दी जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया। सहाबा कहते हैं कि उस दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और आपने फरमाया, मजलिस लगी हुई थी, बैठे हुए थे, आपने फरमाया, Хубайбты मा өлтірген кезде अलैहिस्सलाम оның жүзін Қағбаға қарама-қарсы жаққа бұрған. Бірақ бірнеше уақыттан соң оның жүзінің Қағбаға бұрылып жатқанын көрген. ये भी फरमाया आपने। Олар бірнеше рет солай жасаса да, оның жүзі қайтып Қағба жаққа қарап जाने का жатты. इंतजाम कर दिया। ये Бір शरीफ риуаятта оның ең алдымен ағашқа асып өлтіріп, ये लिखा है। кейін әркім найза खुबैब тыққан को जब дейді. शहीद कर दिया गया तो मुशरिकीन ने Кейінірек पूछा мұсылман болған Саид бин Амир де бұл оқиғаның куәгері болған. लेकिन इन Осы मुशरिकीन ने оқиға खुबैब есіне के चेहरा түскен сайын ол есінен танып отырған. देखा तो वो किबला रुख था। Хубайб туралы хабар осымен аяқталған жоқ. Иншаллах, мен ол туралы келесі хутбаларда жалғастырамын. ने उन्हें इसी हाल पर छोड़ दिया। एक और रवायत में ये भी है कि कुरैश ने खुबैब को एक दरख्त की शाख से लटका दिया और फिर नेज़ों की चूकें दे देकर कत्ल किया। इस मजमे में एक शख्स सईद बिन आमिर भी शरीक था। यह शख्स बाद में मुसलमान हो गया और हज़रत उमर के ज़माने खिलाफत तक उसका यह हाल था कि जब कभी उसे खुबैब का वाक़या याद आता था कि जुल्म करने वालों में ये शामिल था, बाद में मुसलमान हो गया तो उस पर वशी तारी हो जाती थी। इनके कुछ वाक़यात और भी हैं, कुछ हवाले कभी आइंदा बयान होंगे। इस वक्त एक तो मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ Қазір мен бір хабарландыру айтайын деп тұрмын. जो है शोभा Ахмадият тарихы бөлімі शुरू की है, ағылшын және урду тілінде өздерінің веб-сайтын ашты. मुश्तमिल है जिसमें तारीख़ अहमदियत और सीरत Олар бұрын жарыққа шыққан танымал Ахмадилердің өмірбаяны мен тарихы туралы барлық кітаптарды жүктеп салды. Мысалы, Хазіреті уәделенген Масихтің алейхиссалам өмірбаяны, оның халифтері, оның сахабалары, Ахмадият шахидтері, Қадияндық дервиштер, жамағат миссионерлері және де басқа танымал адамдар туралы кітаптар бар. Ол жерден сіздер жақсы мақалалар мен сирек фотоларды кездестіресіздер. ज़ैली तंज़ीम Ол жерден Ахмадият тарихының барлық томын табасыздар. बुजुर्गान सिलसिला की कलमी Ол жерден Ахмадияттың әртүрлі елдер мен қалаларда пайда болу тарихын табасыздар. के अहम और नादर तराशे हैं। Ол жерден жамағаттағы әулие және танымал адамдардың да мақалаларын табасыздар. जमाती इमारत मुस्लिम Ол жерден сирек кездесетін фотолармен қатар Хазіреті уәделенген Масихтің алейхиссалам жеке заттары мен әртүрлі газеттерде жарияланған сирек мақалаларды табасыздар. Ол жерден жамағат іс-шарасының, мешіттердің, миссионерлік үйлердің, мектептердің, аурухана және қонақ үйлердің ашылуындағы фоторепортажын табасыздар. इब्तिदा से अहम Ол жерде жамағат туралы сирек кездесетін деректі фильмдер мен материалдарды жүктеген YouTube каналы да бар. इंशाल्लाह जुमे के बाद Ол жерден жамағаттың басынан бүгінгі күніне дейінгі барлық тарихы қамтылған парақшаны таба аласыздар. अफसोसनाक
Иншаллах, жұма намазынан кейін мен сол веб-сайтты ашамын. मिशनरी सफ़ी रहमान खुर्शीद साहब Бір қаралы хабарды айта кетейін. और इस Осы жылдың 16 қыркүйегінде 75 жасқа қараған шағында 16 सितंबर को жүрек талма ауруының себебінен біздің бір миссионеріміз Сафию Рахман Хуршид сахиб дүние салды. जनाजा गायब पढ़ा हूँ Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. हुज़रतुल्लाह सुनारी साहब Ол Африканың әртүрлі жерінде қызмет етті. Өзінің дүниеден өтер алдында Нусрат пресс баспасындағы менеджерлік қызметте болды. खुर्शीद साहब के Оның әкесінің есімі Хаким Фазлу Рахман. Ол Хазіреті уәделенген Мәсихтің алейхиссалам сахабасы Маулви Қадратулла Сануридің немересі еді. में थी फिर Оның әкесі де өмірін исламға арнаған. Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху оған Синдтағы жер үлесіне жетекшілік қызметін тапсырған. Өзінің алғашқы білімін ол Рабба қаласында алды. थी Өз анасының көрген түсіне сүйене отырып, ол 1961 жылы Жами Ахмадияға түсіп, 1970 жылы миссионер дипломын алып шықты. उनकी बेटी भी यहीं रहती हैं रोशन आरा Оның әйелі, जमील अहमद साहब की оның екі әйелі болды. Бірінші әйелден бір қыз болса, екінші әйелінен бала болмады. तो मेरे रुबा में रहे Оның қызының есімі Рошен Ара және ол Джамил Ахмад сахибтің жұбайы. Ол осында Ұлыбританияда тұрады. 1 साल तक Ахмадият университетін бітірген соң ол біраз уақыт Раббадағы әртүрлі кеңселерде істеп жүрді. खिदमत की Кейін ол Чакуал қаласында миссионер болды. सेरालियोन Ол жерде уәделенген Мәсихтің алейхиссалам сахабасы Хаким Абдулла сахибпен бір жылдай қызмет етті. खलीफतुल सालिस ने यह हिदायत 1972 жылы ол Сьерра-Леонға жіберілді. करते रहना Ол кеткенге дейін уәделенген Мәсихтің алейхиссалам үшінші халифі африкалықтарға махаббат пен қара деген сөзінен кейін ол сол насихатқа сәйкес солай жасадым дейді. मैं दूर दराज के इलाके में Оған Құдайдың өзі қалай көмектескені туралы айтады. आबादी में पहुंचे और एक Бірде ол егде жастағы африкалықпен уағыз насихат айтуға шығады. वहाँ मौजूद नहीं था Олар баратын жер өте алыс екен. Ең бірінші жаяу жүріп, кейін қайықпен жүзу керек болды. चीफ इमाम ने Олар елді мекенге әбден кешке жетеді. Алайда ол тайпаның көсемі жоқ болып шықты. Ол бір жерге चल पड़े кеткен екен. थोड़ी दूर से Дәстүрлеріне сәйкес олар жергілікті имамнан рұқсат сұрау керек екен. वहाँ Алайда имам олардың уағыз насихат жасауына рұқсат бермей, ауылдан қуып шықты. कहते हैं हम जा रहे थे बड़े परेशान थे Олар қайда түнейтінін де білмеді. Ауылдың айналасы қалың джунгли. Қайтар жолдарда джунгли арқылы өтеді. कुछ देर के बाद Кей кездері мұхиттың толқындары да осы жолға дейін жетеді. Жолда бір адамның өзіне қарай шақырып тұрған дауысын естиді. तुम वापस बुलाया है क्योंकि Кейін ол өз лашығына қонуға рұқсат береді. निकाला है उसने तुम्हारे जाते ही उसके सर में शदीद दर्द Біраз уақыттан кейін олар адамдардың дауысын естіп, कहा है олардың өздеріне келгенін білді. उनकी वजह से मेरे सर में दर्द है Олар बहरहाल сіздерді қуып жібергеннен кейін имамымыздың басынан қатты ауырып қалды деді. कि 10-12 अहमदियों Ол да басының ауырғанын сіздерді қуып жібергеннен деп отыр. चीफ इमाम के सर दर्द Ол бізді сіздерді қайта шақыру үшін жіберді деді. किया तो वो भी Ақыр соңында олардың уағыз насихатынан кейін 10 адам баятқа қол қойды. उस दिन के Имамның басының ауруына келер болсақ, олар Фатиха сүресін оқып, басына үрлегенде ол ауруынан айықты. वहाँ उनको Осылайша Аллахтың жәрдемі түсіп, жатын орында бұйырды. शुरू करने का भी Кейін тағы да бірнеше адам баятқа қол қойды. सालिस ने वहाँ खास मिशन भिजवाई Хазіреті уәделенген Мәсихтің алейхиссалам үшінші халифі पहले वहाँ Африкаға типографиялық жабдықтар жіберген кезде ол тамаша баспаны іске қосты. और सालिस उस प्रेस की वजह से काफ़ी तारीफ किया करते थे इनकी Осы жұмысы үшін Хазіреті уәделенген Мәсихтің алейхиссалам үшінші халифі оны мақтап алғыс айтты. वहाँ भी इन्होंने Бірде ол баспахананың जारी किया जमात का
станогында жұмыс істеп тұрып саусағын шауып алды. Ол ұзақ уақыт емделсе де үнемі ауырлықты сезініп жүрді. काम करते करते Бұл туралы Хазіреті 3-ші халиф естіген кезде оны Лондонға келіп емдеу курстарын өтуді ұсынды. सालिस Аллах тағаланың қалауымен Лондоннан кейінгі емделуден ол жазылып кетті. शायद आप लंदन में थे Уәделенген Масихтың алейхиссалам 4-ші халифі оған Лондондағы Раким пресс баспасында жұмыс істеуді ұсынды. फिर Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам 4-ші халифі құрған комиссияның ішінде онымен бірге Мустафа Сәбит сахиб пен Мубарак Саки сахиб болды. फरमाया कि Бұл баспана күні бүгінге шейін жұмысын атқарып тұр. और जो Ол कमेटी Сьерра-Леон мен Нигерияда 17 жылдай қызмет етті. उसमें इनको भी शामिल किया और फिर यहाँ उस वक्त से प्रेस भी अलग से चल रहा है 17 साल इनको अफ्रीका के ममालिक में 1988 жылы Хазіреті уәделенген Масихтың 4-ші халифі Африкаға іс сапармен барған кезде оған Камерунға барып жамағат құруды тапсырды. आया कि कैमरून जाओ Ол қиындықпен визаны алып Камерунға жөнелді. को वीज़ा मिला Аллах тағаланың қалауымен оның жергілікті радиоға берген сұхбатынан кейін бір отбасы Ахмадиятты қабылдады. और वहाँ Ол Камерунда бір айдай болды. रेडियो पर आपके इंटरव्यू भी शाया हुए 1988 жылы ол Пакистанға келіп, Лахорда миссионерлік қызмет атқарды. Ол Ұлыбританияда өтетін жалса саланаға жиі келіп тұратын. फिर लाहौर में Ол халифтің жеке хатшысының кеңсесінде де істеді. तौफीक पाई यहाँ भी मुख्तलिफ मौक़े 1991 жылдан ол Нұрсат пресс баспасында менеджерлік қызмет атқарды. से कानूनी Кейін ол зейнетке шықты. तौर पर खिदमत तौफीक पाई फिर कुछ अरसे से Жақында ол кісіге күн өтіп сол себепті қайта ауырып қалған. भी ले ली इन्होंने अल्लाह ताला Аллах тағала оны кешіріп, жәннаттағы дәрежесін арттырсын. Аллах тағала жұбайы мен қызына сабырлық берсін. Әмин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله